Балалар, біз өткен сабақта сіздермен тақырып деген не, тақырыпқа қандай талаптар қойылады, тақырыпты дұрыс таңдаудың шарттары деген өткенбіз. Кімнің есінде не қалды? Тақырып таңдаудың қандай талаптары бар екен? Баяндауышпен аяқталмау керек. Дұрыс, баяндауыш, яғни сөйлем түрінде болмау керек. Тағы? Қысқа, нақты. Қысқа, нақты болу керек екен. Қызықты болу керек. Мәтін мазмұнына сай болу керек. Анық болу керек. Тамаша, түсінікті болу керек. Яғни барлық шарттары, осы бұдан да басқа шарттар бар, бірақ біз ең негізгі дегендерін айтқан болатынбыз. Сосын сіздер әртүрлі тақырыптарды таңдап, соның ішінен ең қызықтыларын бірге талқыладық. Енді бүгін сол тақырыпты нақтылаудың бағыттары туралы айтамыз, балалар. Дәптерлеріңізге жазып қойыңыздар. Тақырыпты нақтылау бағыттары. Яғни бағыт деген направление, нақтылау деген уточнение, тақырып деген өздеріңіз білесіздер темы. Сонда орысшамыз, яғни нақтылау бағыттары. Направление, уточнение, темы деген сөз ғой. Яғни тақырыпты қалай нақтылаймыз. Әдебиеттерде оның түрлері өте көп, әртүрлі бағытта, негізгі бірнеше факторларға сүйеніп отырып, тақырыпты нақтылауға болады екен. Мынау сызбада өздеріңіз көріп тұрғандай, тақырыпты уақыт арқылы нақтылауға болады екен. Яғни үлкен тақырыбымыз жаңағы оқу немесе білім болса, соны уақыт жағынан нақтылайды екенбіз. Оны географиялық жағынан нақтылайды екенбіз. Мекеме арқылы нақтылайды екенбіз. Және сол білім ғылымға қатысты сала, бағыт бойынша нақтылайды екенбіз. Ақпарат көзіне байланысты нақтылауға болады екен білім туралы тақырыптарды. Және сол білім саласындағы белгілі бір тұлғаның атын қамтып тақырыпты нақтылауға болады екен. Сонда уақыт дегенімізге не жатады? Ғасыр, жыл, күн, сағат, бәрі уақыт жағынан нақтылауды қажет. Географиялық дегенде нені түсінеміз? Қалай? Қала, жергілікті жер дейді дағы. Ел дұрыс, мемлекет дұрыс, сол жағынан. Институциялық немесе мекеме дейді. Мекемеге, білім мекемелеріне не жатады? Университеттер, мектептер, оқу орындары жатады екен. Сонымен бірге сала, бағыт. Мысалы, білімнің қандай салалары бар? Техникалық, гуманитарлық, дұрыс, немесе педагогикалық деп ары қарай бөле беруге болады екен. Ақпарат көзіне не жатады? Ақпарат көзі дегенде нені айтамыз біз? Газет, журнал, кітап, сайт, ғаламтор және басқалар. Ендеше сол өзіміз күнделікті пайдаланатын атауды кіргізсек, онда біз сол тақырыпты ақпарат көзіне қарай анықтадық дейміз. Белгілі бір тұлға арқылы дейді. Тұлға деген кім? Адам, нақты адам. Яғни ол студент болуы мүмкін, ол оқушы болуы мүмкін, ол профессор болуы мүмкін, бірақ осы егер білім деп алатын болсақ, сол білім саласындағы адамға байланысты екен. Олай болса, қазір мен тақтаға жазып көрсетемін. Осы қалай анықтауға болады дегенді. Сондықтан да сіздер қалам қағаздарыңызды дайындап отырыңыздар. Біз осы тақырыпты нақтылаудың 6 бағытына нақты мысалдармен дәлелдеп шығып, дәлелдеп көрсетейік. Мысалы, жаңа айтып өткенімдей, үлкен тақырып білім болса. Міне, білім. Білімнің орысшасы қалай? Образование, знание. Ендеше, ең бірінші фактор балалар уақыт фактор екен, міне. Уақыт. Уақытқа жаңа айттыңдар, ғасыр, жыл, күн, ай, сағат дегендердің бәрі жатады. Егер білім болатын болса, уақыт жағынан анықтағанда, мысалы, дәл қазіргі өзіміздің заманымызға сәйкес алатын болсақ, 21-ші ғасырдағы, жазып отырамыз, ғасырдағы білім мәселелері. Міне, сонда біз тақырыбымыз, үлкен тақырыбымыз білім, сол білімді біз уақыт жағынан нақтылап тұрмыз. Қай сөз уақытты көрсетіп тұр? Дұрыс, 21-ші ғасырдағы. Екінші, біздің
нақтылайтын үлкен факторымыз ол географиялық мекен екен. Біз енді басқа жаққа бармай-ақ қояйық, өзіміздің Қазақстанды алайық. Сонда қандай тақырып шығуы мүмкін? Қазақстандағы Қазақстандағы білім беру тағы мәселе дейміз бе? Бағыттары дейік. Бағыттары. Бағыт дегенде жаңа айттық, направление дедік. Сонда міне географиялығымыз міне Қазақстандағы. Ал білім ол тағы да қамтылып тұр. Мына жерде де уақыт және білім деген сөз қамтылып тұр екен. Үшінші фактор балалар мекеме екен. Мекеме. Яғни нақты бір мекемемен байланысты білім мәселесін айтатын болсақ, КБТУ-ды айтуға болады. Басқа университеттерде айтуға болады. Онда өзіміздің КБТУ-дан бастай берейік. КБТУ-дың білім күші. КБТУ-дың білім сапасы. Тамаша. Білім сапасы. Міне. Сонда КБТУ-мыз мекеме, КБТУ-дың білім сапасы. Сонда білім деген сөз ішінде тұр екен. Енді төртінші бағыт бізде сала, жанр деп айтылады. Жаңа өздерің айттыңдар, әртүрлі салалары бар деп. Мысалы, біздің жоғары оқу орнымыз қандай университет деп аталады? Дұрыс, техникалық деп аталады. Ендеше техникалық білім деп қояқ. Ары қарай қандай тақырып айтуға болады? Техникалық білім деңгейі. Тамаша деңгейі. Не? Техникалық сала. Тұр, білім тұр. Яғни техникалық білімнің деңгейі. Келесі біздің тағы бір үлкен саламыз ол ақпарат көзіне байланысты болар. Ақпарат көзіне жаңа өздерің айтқандай кітап, газет, журнал, интернет, әртүрлі ресурс көздері кіреді екен. Біз КБТУ-да қандай сайтты көбірек қолданамыз? Facebook. Неге? Ол жерде не тұрады? Барлық материалдар. Неге байланысты ақпарат? Білімге, сендердің оқу үдерістеріңе байланысты ақпарат тұрады екен. Ендеше жазайық. КБТУ-дың VSP сайтындағы нелер? Ақпараттар. Білім туралы ақпараттар дейік. Білім туралы ақпараттар. Міне, сіздер үнемі ашып отыратын сайт, ол сол сіздердің алып жатқан білімдеріңізге байланысты екен. Және ол не деп аталады екен? Ақпарат көзі деп аталады екен міне. Ақпарат көзі. Ақпарат көзіне байланысты. Ол жерде кітаптың да аты ақпарат көзі болып саналады, газет журналдардың, телеарнадағы хабарлардың да тақырыптары солай аталады екен. Енді ең соңғысы тұлға. Тұлға деген адам дедіге, тұлға, яғни тұлғамен байланысты. Мысалы, білім, тұлға деген екеуінің тоғысында ойларыңа қандай бір тұлғалар оралады? Ыбырай Алтынсарин, тамаша. Тағы? Асқар Жұмаділдаев дейді, тамаша, бүгінгі заманауи. Абылғожин. Қай пәннің мұғалімі? Өте жақсы, өте жақсы. Өздерің алған ғалымдардың барлығы да сол білім ғылым саласындағы үлкен тұлғалар. Ендеше кімді жазайық? Тіпті сендердің өздеріңді тұлға болып саналасыңдар ғой. Мысалы, Қасымов Бауыржан КБТУ-дың ең үздік студенті десек, ол да тұлғаны білдіреді. Енді біз профессорларымыз жазайық онда. Асқар Жұмаділдаев дейік па? Жақсы, жазайық. Асқар Жұмаділдаев университеттің қандай профессоры? Атақты профессоры. Жақсы. Атақты профессоры. Бұл жерде білім деген сөз бар ма? Жоқ. Оның орнын қайсы сөз алмастырып тұр? Профессор және университет деген сөз. Екеуі де біліммен байланысты. Ал тұлға Асқар
Жұмаділдей. Сонда балалар міне, тағы да бір рет пысықтап шығайық. 6 бағытта бір нәрсе қалып қойған сияқты ғой. 1, 2, 3, 4, 5, 6 дұрыс, 6 екен. Ендеше қараңыздар. Осы 6 бағыт бұл барлық мына жердегі үлкен тақырыптарды 6 бағытта нақтылай беруге болады. Біз енді басқасына бармаймыз. Кейде бір бағыттың ішінде екеуі, бір тақырыптың ішінде екеуі де тұруы мүмкін. Бірақ акцент, жаңағы негізгі ой қайсысына көбірек беріледі, соған байланысты. Мәселен, 21 ғасырдағы Қазақстанның білім мәселелері деп те айтуға болады. Бірақ енді біз мына жерде сіздерге түсінікті болу үшін әрқайсысын жеке-жеке жазып көрсетіп отырмыз. Егер мынаның ортасында басқа сөз тұратын болса, онда бұның мынау Қазақстандағы КБТУ дегендердің орнына алмасуы мүмкін. Мысалы, техникалық деген орнына. Мысалы, егер ол өнер туындылары болса, онда ол жанр. Егер әдеби шығармалар туралы мына жерде айтатын болса, онда ол жанрға қарай кетеді. Стильге қарай кететін жағдайлар болады. Сондықтан да біздің осы уақыт, географиялық орын, мекеме, сала, жанр, ақпарат көзі және тұлға деген 6 бағыт бойынша тақырыпты нақтылаудың ең негізгі, ең маңызды дүниесі ол біздің кез келген тақырыпты дұрыс ажырата білуімізге пайдасын тигізетіні хақ. Сондықтан да менің қоятын сұрағым, осының ішінде қазір көріп отырсыздар, қайсысы сіздерге көбірек түсінікті? Бәрі де түсінікті болды ма? Жақсы. Онда сендердің тілді білу деңгейлерінде жақсы деген сөз ғой. Ендеше, бәрі түсінікті болса, маған сұрақ бар ма? Бәрін түсініп қойдыңдар. Болады. Сіз өзіңіз айтқаныңыздай, мысалға, Қазақстанның 21 ғасырдағы білім мәселесі. Иә. Онда ол екеуіне де жатады. Иә, екеуіне де жатады. Екеуіне де жатады. Егер соның ішінде екі сөзде тұрса, мұнда да оны көрсетуге болады, мұнда да көрсетуге болады. Бұл жерде балалар қатып қалған нәрсе жоқ. Мысалға, Қазақстандағы техникалық білімнің деңгейі деп айтуға болады. Немесе 20 ғасырдағы техникалық білімнің күрделі мәселелері деп айтуға болады. Бұл жерде бөлініп кеткен нәрсе жоқ. Мен тек сіздерге соның бағытын нақты осындай бағыттарда ажырата алуға болады дегенді айтып тұрмын. Енді бұл біздің академиялық қазақ тілі. Сондықтан академиялық қазақ тілінде сіздер кез келген тақырыпты бағыттарға бөліп айта алатындай болуларыңыз керек. Сұрақ бар ма? Теория бойынша? Жоқ. Онда жақсы. Шынымен түсініп қойсаңыздар, онда мынадай тапсырма орындаймыз қазір. Жұптық жұмыс орындаймыз. Дәптерді ашамыз. Ортаға қандай сөзді алсақ екен? Театр деген сөзді алып. Театр дегенді алайық дейді. Жақсы. Бауыржан мен Алина театрды алады. Сіздер қандай сөзді алғыларыңыз келеді? Тесла. Тесла? Жақсы. Тесладан 6 бағыт шығарасыздар. Қандай тақырып алғыларыңыз келіп тұр? Үлкен тақырып. Кино, тамаша. Сіздер? Студент, өте жақсы. Сіздер қандай тақырып таңдайсыздар? Үлкен тақырып. Кітап, тамаша. Сіздер? Урсула, мына қыздардың қасынан жақындап келе ғой. Үшеуіңіз бірге орындаңыздар. Университет. Жақсы. Ал жақсы. Онда былай етейік. Қазір бұл енді жұптық жұмыс болғаннан кейін сайыс түрінде өткізейік. Кім жылдам деген жұмыс бойынша. Мен сіздерге қазір 7 минут жете ме? 7 минут. 7 минут берем. Дұрыс жауабын жазған балалар алғашқы 3 жұп бал алады. Қосымша бүгін бал аласыздар. 0-2 бал қоямын. Кім егер бәрін дұрыс және алдымен бітірсе, алдыңғы 3 жұпқа бал қойылады балалар. Ал жұмыс істейміз. Жұптық жұмыс. Урсула, аяулым, Назерке бәріңіз бірге жұмыс жасайсыздар. Сіздер басқалардан озады ғой деп ойлаймын. Өйткені сіздердің құрамдарыңыз көп. Жақсы болады оқулық. Оқулық деп алыңыздар. Екі студентті дәптерге бірдей жазып отырамыз, өйткені әрқайсымыз түсінуіміз керек. Ал оқыған кезде біреуіңіз ғана оқып бересіздер.
Тек бәріміз тек қана 21 ғасырдағы, тек қана Қазақстандағы деп алмаймыз. Құбылтып, түрлендіріп аламыз. Ілияс пен Мақсат дайынбыз дейді. Қалай жылдам? Тез түсініп қойдыңыздар ма? Ал онда уақыт жағынан оқи ғой, Ілияс. Уақыт ма? Иә. Бірінші қандай сөз алдыңыздар? Студент, ал. 2023 жылы КБТУ-ға түскен студенттер. Тамаша. Уақыт 23 жылы, жақсы, ары қарай. Бірі. Иә, екінші. Қазақстанда студенттердің оқу мәселесі. Қазақстандағы студенттердің оқу мәселесі, жақсы. Үшіншісі мекеме. КБТУ-дың студенттерге беретін білім сапасы. Қайталапсыңдар ғой. Енді бірақ студент деген сөз бар, жақсы. Төртіншісі сала. Бұл жүйелі. Сала. Яғни студенттердің түрлері, мысалға студенттер қандай? Ақпараттық технология факультетінің студенті. Жақсы, дұрыс ақпарат. Бесінші ақпарат көзі, VSP сайты, ChatGPT және Canva. Оны айтып қойдық. Одан басқаша құрау керек еді. Жақсы, ары қарай ойланыңыздар, толықтырыңыздар.